Атырау облысы Исатай ауданында түйелер белгісіз індетке шалдыққан. Шаруалар бұл дерт 4 түліктің бәріне жұға ма деп алаңдаулы. Осыдан бір ай бұрын көршілес жатқан Құрманғазы ауданында 200-ден аса ойсыл қара тұқымы ауырып, оның 84-і сеспей қатқан еді. Ал қазір ахуал қалай? Әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіт тақырыпты тарқатады. Соңғы 2 айда Құрманғазы ауданында 204 түйе белгісіз ауруға шалдығып, оның 84-і қырылып қалды. Ал қалған 120 ойсыл қара тұқымын мамандар емдеген. Мал індеті Дыңғызыл, Мақаш, Еңбекші және Нұржау ауылдарында тіркелді. Мамандар сол кезде дереу сынама алған. Бірақ сараптамадан ешқандай ауру анықталмады. Сондықтан әлі күнге дейін нақты диагнозы белгісіз болып отыр. Мамандар әлі зерттеп жатыр. Тіпті министрліктен ғалымдар да тартылған. Осыған ұқсас жағдай осыдан 3 күн бұрын Исатай ауданына қарасты Арқар ауылында тіркелді. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбада түйе құтырып, жерге құлағанын анық көруге болады. Қазір мамандар малды оқшаулап, бақылауға алған. Әлеуметтік желіде тараған түйе құтыру орнына ұшырады деген ол жалған ақпарат. Себебі ол түйе күні бүгінге дейін Исатай ауданы Тұщықұдық ауылы өкіліне қарасты шаруагерлердің қорасында күнін бақылауда отыр. Ветеринарлық ол ешқандай құтыру орнына белгілері жоқ. Жергілікті ветеринарлар індеттің себебін анықтауға тырысып жатыр. Түйелерді жәндіктердің шағуы мүмкін, немесе паразиттік инфекциялар, не болмаса малдың улануы да ғажап емес. Әзірге бұл мамандардың болжамы ғана. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.